астында. Кіші тиегі. Дұрыс. Кіші тиек қай жерде? Мына қара, стрелкалерге қара, мұқият бол. Стрелка мына жерде, Бит қақпағы. Жарайсың. Дыбыс шығаратын ойығы. Дұрыс. Құлақтары. Құлақтары, дұрыс. Шанағы. Шанағы, иә, мына аяқтан келіп тұресің, шанақ. Үлкен тиек. Дұрыс. Және басы. Және екі ішегі. Сол және рай. Жарайсың. Толықтай меңгердік, иә, домбыраның жұмысын. Енді домбыра аспабындағы жаңағы дыбыстардың домбыра пернелерінде орналасуы және нота желісінде жазылуы, иә. Бірінші астыңғы соль шегіндегі, иә, тек бірінші октавалардың ноталарын айтсам бар. Соль, ля, және си. Дұрыс айтасың. Астыңғы шекте сонда неше нота кездесті бізде? 3 нота кездесті. Соль, ля, си, иә. Енді соль, ля, сиді айтып тұрсың, иә, маған? Соль шегі қайда орналасады? Нота жолында айтып тұрсың маған? Екінші сызықтың бойында орналасады. Иә, сен айтып отыр, иә, мен қойып отырайын әйерге. Екінші сызықтың бойында орналасады, иә. Одан кейін екінші перненің атауы қандай деді? Ля қайда орналасады? Екінші сызық пен үшінші сызықтың ортасында орналасады. Жарайсың. Үшінші перне нотамыздың аты? Си. Ол нешінші пернеде орналасып тұр? Үшінші сызықтың бойында орналасады. Иә, пернеде төртінші пернеде орналасып тұр, иә. Бұл, яғни бірінші октаваның ноталары, иә. Бірінші октаваның ноталары. Ең қарай кеттік. Ре. Нешінші пернесінде? Нешінші перне? Төртінші сызықтың бойында орналасады. Пернені айтамын. Жетінші перне. Дұрыс, иә, жетінші перне. Ары қарай кеттік. Сегізде жоқ, тоғызыншы перне. Ми қайда орналасады? Төртінші сызықтың бесінші сызықтың ортасында орналасады. До және ре. Бұл екеуі нешінші октаваның ноталары? Үшінші октаваның ноталары. Жалпы бұлар үшінші октаваның ноталары нешінші сызықтардың бойында орналасады? 5 сызықтан бөлек. До. Бесінші сызықтың үстіндегі екінші қосымша сызықтың бойында орналасады. Екінші қосымша сызықтар. Үшінші октаваның ноталары сол екінші қосымша сызықтың бойында орналасады. Оң қолды, яғни алақанды, сол қолды алақанды домбыраның мойнына тигізбей, алақанымызды шұңқыр, мына 4 саусағымыз тізбектеліп орналасу керек. Ал бас бармақ біздің екінші саусағымызға қарама-қарсы тұру керек. Былайынан былай жапып қалуға болмайды, ойнап отырған кезде болады осындай. Қиын төрт саусақтарды алған кезде мына бармақтарымыз қисап былай кетіп қалады. Домбыраның мойнына алақанды жақындатпай артқа қарай сәл буынды итерсек, мына өз қалпына тұра қояды. Бармақ екінші саусақтың қалпында өзінің бір-біріне қарама-қарсы орналасады. Ал енді оң қол сұқ саусақ пен бармақты бірге қосып, қалған 3 саусақты жинақтаймыз, ішке қарай. Оны да бір дөңгелетіп ұстаймыз. Буынмен ғана жұмыс жасаймыз. Сол төмен ашық төмен қақса, сөйлей ма? Өзінің салмағымен түсуге, оны күштеп түсіруге болмайды, өзінің салмағымен, буынның салмағымен түсу керек. Әлі де. Соны сезінуіміз керек. Өзінің салмағымен түсіп жатқан. Енді жоғарыға қағысты бармақтың тырнағымен. Ішке қарай аламыз, Жарайсың? Жалпы енді сол қолдың белгіленуі бұл бармақ және бірінші, екінші, үшінші, төртінші саусақпен белгіленеді, домбырада. Біз айтамыз, төртінші саусақпен дегенде ең соңғы төртінші. Бізде төртінші саусағымызды ғана басамыз, мынау бір болып саналады бізде саусағымыз. Түсінікті ғой, Біздер саусақтардың пернеде дұрыс орналасу ретін көрсету мақсатында бірінші біз сабақтардан бастаймыз, бүгінгі үйге берілген тапсырмалар, бірінші, үшінші, әрбір сабақтың өзінің бір
ерекшелігі бар, иә, онда бір ұзақтылықтарға байланысты, өлшем бірліктерге байланысты операция белгілерін өтіп жатсың ғой, иә, солфеджиодан. Сондай белгілерде де кездесуі мүмкін, иә, паузалар, яғни тоқтау белгілерде кездесуі мүмкін, иә. Бүгін бірінші сабақтан бастаймыз. Бірінші сабақта өлшем бірлігі нешеден неше деп тұр? 2-ден 4. Иә, 2-ден 4. Яғни бір тактының іші 2 егес саналады деген сөз, иә. Ұзақтылықтар мұнда қандай ұзақтылықтар? 8-дік ұзақтылықтар дейді. 1, 2, 2 жібереміз, иә? 1, 2, 1 жоғары, жоғары. 1, мынада бастаймыз. Содан 1, 2, 1, бұл да бағанағы нотаның ұзақтылықтары сияқты бүтін пауза, жартылық пауза, ширектік, 8-дік және 16-лық пауза болып кездеседі, иә. Ол қалай саналуыны да білеміз, иә. Сол мақсатта біз 4-ші сабақты ойнаймыз. Төртінші сабақта паузаларды түсіну мақсатында, оның қалай саналуын білу мақсатында біз бүгін 4-ші сабақты ойнаймыз. 4-ші сабақта мына S-ті кездесіп тұр, иә, 4-те 4-ке саналады, иә, бұл реприза белгісі кездесіп тұр, және бұл ұзақтылығы қандай бұның? Ұзақтылық. Бұл 8-дік болатын болса, бұл ширектік ноталар, иә, ширектік, 4 ширектік бір тактының ішінде кездесіп тұр, иә. Тек 20-шы сабаққа тоқталайық, иә, сонымен ақарай кеттік. 20-шы сабақта қандай тіктік белгі кездесіп тұр бізде? Диез. Қандай диез? Диез дыбысы жарты тонға жоғарылатады. Иә. Түсінікті, иә, ол альтерация белгілері жалпы диез дыбысы жарты тонға жоғарылатады, бемоль дыбысты жарты тонға төмендетеді, бекар. Диез бен бемольдің күшін жояды. Яғни таза дыбыстарды ойнаймыз, иә. Бұл жерде бізде фа диез белгісі кездесіп тұр, иә. Так, си басын ойнай қояйық. 20-шы шартты болды. Так, мына қара. Бармақ қандай нота? Жалпы бізде 2 нота кездесетін болса, астыңғы нотаны біз домбыраның үстіңгі шегінде іздейміз де, үстіңгі тұрған ноталарды домбыраның астыңғы шегінде іздейміз, иә, керісінше, иә, бізде. Қандай нота астында? Астында Соль, яғни бармақты сольмен аламыз, үстінде тұрған нота си. Оны домбыраның астыңғы шегінде іздейміз, иә? Ал бас ойнайық. 1, 2, 3, сосын қайда барамыз? Қандай нотаға қарайық? 1, 2, 3, қайтадан қайда келеміз? 1, 2, 3, тағы да қандай белгі кездесті бұл жерде? Пауза, иә, 8-дік пауза кездесіп жатыр. Ары қарай ойнаймыз. 1, 2, қандай нота мынау? Иә. 3 пен 4-тің ортасына қандай нота деді? До, енді доны башлайшы. Иә. 1, 2, 3, ары қарай. Саусақты қалай аламыз дедім? Иә, қастарына тізбектеп қоямыз. 1, 2, 3, үйге талдауға берген болатым, иә. Алдың сабаққа талданы жалпы қайталап пысықтап келуге бердім, иә. Енді алға қарай жаттаймыз ғой. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келетін болсақ, енді бүгінгі сабақта не үйрендің, тапсырмалардың қай жеріне түсінбедің, соны айта кетсең. Мен бүгінгі сабақта ноталарды үйрендім, ноталардың қай жерде тұратынын білдім, және ұзақтылықтардың, домбыраның құрылыстарын, көптеген күйлерді, сабақтарды үйрендік, иә. Жалпы енді бүгін сабағымызды қайталау арқылы біз домбыра аспабында
құрыстарын, перне бойындағы ноталардың шығу тарихын, иә, күйлердің әндермен, жаңағы сабақтарда кездесетін штрихтардың ерекшеліктерімен, ұзақсыздықтармен жұмыс жасадық, иә. Жақсы, жарайсың. Сабағымыз аяқталды.